Сәлеметсіздер ме 4-ші сынып білім алушылары? Мен Сарбалаева Мадина Ибраимқызы. Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы номері 7-ші жалпы білім беру орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі. Бүгін біз қашықтықтан оқыту онлайн сабағын өтетін боламыз. Пәні қазақ тіл. Тараудың аты ғарышқа саяхат. Тақырыбы етістіктің шақтары. Бүгінгі оқу мақсатымыз тірек сөздерді қолданып, белгілі бір стильде мәтін, мақала, мінездеме жазу. Етістікті тиісті шақта, өткен шақ, келер шақ, осы шақта қолдану. Ендеше үлкен тарауымызға тоқталып өтейік. Ғаламшар бұл адасушы жұлдыз. Күн жүйесі деп күн және оны айналып жүретін ғаламшар және оның серіктерін айтамыз. Әлем немесе ғарыш деп жерді қоршаған бүкіл дүниені айтамыз. Галактика миллиардтаған жұлдыздардан тұратын, кейде арасында орасан зор масса боп тұтасқан газ бен шаң болатын аса алып жүйені айтамыз. Ендеше осы тақырыбымызға байланысты бейнефильмді тамашалайық. Алан аға, сіз ылғи осы дәптерге не жазып отырасыз? Болма? Бұл күнделік. Қойыңызшы, күнделік ондай болмайды. Міне, мынадай болады. Иә, ол оқушы күнделігі. Онда сабақ кестесі, үй тапсырмасы, алған бағалар жазылады. Мынау да күнделік. Мұнда адам өзі істеген ісіне есеп береді. Алдағы ісін жоспарлайды. Ол не үшін керек? Біріншіден, өзіңді тәрбиелеуге. Екіншіден, уақытты тиімді пайдалануға. Үшіншіден, жазып үйренуге. Сонда қалай? Қара, мен саған түсіндірейін. Күнделікті әркім әртүрлі жазады. Мен мынадай кестеге 3 шаққа бөліп жазғанды ұнатам. 3 шаққа? Шақ – уақыт деген сөз. Адам әрекеті істеген уақытына сәйкес 3 шақта айтылады. Қазірге дейін, қазір және бұдан кейінгі уақыт па? Иә, дұрыс. Оларды өткен шақ, осы шақ, келер шақ деп атайды. Түсіндім. Мына жерде бұған дейін орындалған әрекеттер өткен шақта жазылған. Мектепте сабақта болдым. Ағылшын тілінен қосымша сабаққа қатыстым. Бассейнде жүздім. Мына қатарда дәл қазір не істеп жатқаным осы шақта жазылған. Қазір математикадан есеп шығарып жатырмын. Ал мына бағанда енді не істейтінім, яғни келер шақтағы әрекеттерім жоспарланған. Ертең кешке Викимен қыдырам. 2 күннен кейін Болатпен шахмат ойнайым. Демалыста Данаға балықтар жайлы айтып берем. Сіз осының бәріне қалай үлгересіз? Мен сабаққа дайындалсам, ойынға, ойнасам, сабаққа дайындалуға уақыт жеткізе алмаймын. Маған етістіктің шақтары көмектесті. Күнделік жазу маған әрі өзіме есеп беруді, әрі уақытымды жоспарлауды үйретті. Осылай істесең, уақытты бәріне жеткізуге болады. Алақай, енді мен де солай істеймін. Жақсы білім алушылар. Ендеше осы бейнефильмнен түсінгеніміз бойынша, осы сөйлемдерді астындағы тірек сөздерді пайдаланып, толықтырып жазатын боламыз. Біз кеше саябақта не істедік? Біз кеше саябақта болдық. Бұл жерде қай шақта тұрғанын анықтап жазатын боламыз. Үйге тапсырма, мақала жазу. Тірек сөздерді пайдаланып, қазақ ғарышкерлері тақырыбына мақала жазамыз. Тірек сөздер. Қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкер. Союз ТМ-13. Ғарыш кемесі. Талғат Мұсабаев.
ғарышта 3 рет болу. Айдын Айымбетов. Осы дескриптор бойынша тірек сөздерді пайдаланып, мақаланы толықтырып жазатын боламыз. Осымен біздің қашықтықтан оқыту онлайн сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.